ештеңе көмектеспесе, оныкі мүлдем тұрмаса. Арнайы раствор енгізеді ер адам мүшесіне, солмен толығымен қарайды. Өзі контроль жасайды, қанша жыныстық қатынастың ұзақтығын, соның барлығын. Уақыты келген кезде жыныстық қатынасқа түсу керек болады. Сол кезде қандай өзгерістер болды? Сәлем достар, бұл Ерден саулығы жобасы. Бүгін бізде қонақта өте тәжірибелі маман, уролог-андролог Еркебұлан Ермағанбетұлы. Ең бастысы жаңағы қан тамырлары бітеліп қалмау керек. Егерде қан тамырлары бітеліп қалса, ол жаңағы ең қиыны. Өйткені сол кезде біз обследование кавернозография деген болады. Жаңағы гормондардың бәрін тексеріп келеміз ғой. Бірақ жаңағы содан кейін қан айналысымен жақсартатын препараттарды береміз. Егер дәрі-дәрмек ештеңе көмектеспесе, оныкі мүлдем тұрмаса, шамалы тұрған ол уже результат жақсы болып есептеледі. Мүлдем тұрмаса, онда жаңағы ер адамның мүшесін толық тексереміз. Арнайы компьютерный томография жасаймыз. Арнайы раствор енгізеді ер адам мүшесіне, солмен толығымен қарайды. Қалай қан жүрісі жүріп жатқанын. Егерде қан жүрісі мүлдем болмаса, ондай кезде сахарный диабеті бар, қант диабеті бар адамдарда жиі кездеседі. В основном қант диабеті бар адамдарда кездеседі. Ондай кезде оларға айтамыз: қазірге ешқандай дәрі сізге көмектеспейді. Өйткені міне дәлелденді. Ондай кезде жаңағы протез жағын ойластырылады. Фалопротез деп аталады. Онда түрлері бар. Әркімге индивидуально подбирать етіледі. Ұзындығы, соның барлығын есепке алынады. Бір компонентті, екі компонентті, үш компонентті деп бөлінеді. Бір компонент ол все время жаңағы тұрып тұрады, бірақ оны майыстырады, өзі майыстыралады. Екінші компонентті ол жаңағы өзі кнопкамен басылады, жаңағы кожаның жанында орналасады, ер адам мүшесінің. Үшінші, ол ең жақсысы, ол жаңағы резервуармен болады, суымен орнатылады арнайы. И жаңағы жыныстық қатынастың алдында басқан кезде физиологично жатып тұрған кезде жұмсақ болады, тұрған кезде толығымен. Барлық контроль адамның өзінде болады. Иә, барлық өзінде. Өзі контроль жасайды, қанша жыныстық қатынастың ұзақтығын, соның барлығын өзі бақылап, өзі регулировать етіп отырады. Ондай науқастар қазір бар, аз емес. Оларға бізде Қазақстанда ондай ота жасалады. Өкінішке орай ол оталар жаңағы порталка ота дейді, ондайға кірмейді. Фалопротез болсын, мысалы біздің елде медицинский оборудование көбісі шықпайды ғой, көбісі шетелден алынады. Ол шетелдік болғаннан кейін жаңағы курс доллар, курс евроға байланысты, соған байланысты баға өзгеріп отырады. Жаңағы баға егерде осындай болса, оның растаможкасы былай болады деген сияқты. Өйткені олар жай зат емес қой, телефон мысалға деген сияқты. Ол медициналық товар, ол тексерістен өту керек, жаңағы науқасқа зияны болмау керек деген сияқты. Және де мысалға екі товар бар дейді, мысалға біреуі енді пайда болды, бағасы арзан, екіншісі бұрыннан бар, бағасы қымбат. Ол жаңағы тексерістен өткен, бұрыннан пайдаланып жүрген зат. Біз жаңағы науқасқа қауіпсіз болу үшін, мысалға біз мынаны білеміз, соны мысалға рекомендовать еткеніміз дұрыс. Әрине, ол дәрі-дәрмек сияқты ғой, мысалға кейбір науқастар айтады: дәрігер, неге осы дәріні жаздыңыз, одан да арзандау дәрі бар ғой, мысалы заменитель деп. Сол кезде оларға түсінеміз, ол мысалға мынау оригинал, иә түсінем, ол қымбат, мынау жаңадан келген дәрі. Ол қаншалықты пайдасы бар, оны мен сізге қазір нақты айта алмаймын деген сияқты. Мынау осы дәрі ең бірінші пайда болды, содан осы заменительдер, аналогтар шыға бастады. Сол сияқты солай науқасқа түсіндіреміз. Однокомпоненттілердің бағасына келетін болсақ, бұрын олар 500 мыңнан басталатын, 500-700 мың аралығында. Қазір баға... Бұл отанын қосқанда ма, жоқ әлде жай фалопротездің өзі ғана? Фалопротездің өзі. Ал операциясы? Отаның операциясы жаңағы қандай компонент болады, соған байланысты. Шамамен где-то
700-800-ге дейін барады барлығын қосқан кезде бір компоненттік операцияны. Сонда алып қарағанда операция ол 100-200 мыңның арасында? Шамамен солай, операцияның бағасы сондай. Двухкомпонентный жаңағы компонент көп болған сайын ол қымбатта болып келеді. Ең қымбаты сол 3 компоненттік болып, ол 1,5 миллионнан жоғары қарай кете береді. Оның производительдері бар, әртүрлі. Енді жаңағы рынок дейді, оны рынокте де жаңағы ең көп жаңағы американский. Протез орнату деген өте жаңағы ювелирный работаға жатады. Неге, не себепті? Жаңағы айтып отырмын бұл ұзындығын, мысалға, науқастардың көбісі сахарный диабетпен ауырады. Сахарный диабет болған кезде жаңағы іріңдеп кетуі, жаңағы қабыну тууы өте тез. Сол себепті оны жасаудың өзі жасай білу керек. Әрбір хирург оны жасай алмайды, және қабілеті жетпейді дейсіз ғой? Қабілеті жетпейді деп айтамын, просто үйрету керек. Егер де оны маманды үйреніп келсе, сонда ол әрине жасай алады. Өйткені өзінің тонкостьтері болады, соны біле білу керек. Өйткені ол жай емес қой, мысалға ота жасатта болды бар, бәрі жақсы болды. Жоқ, ондай науқасты әлде де қарайды. Бұны жаңағы аурухананың ішінде жүрген кезде қарайды, және бір айдан кейін қарайды. Жаңағы дәрігермен жаңағы телефонда болады, қандай өзгерістер болып жатқан. Ерте ме кеш пе жаңағы уақыты келген кезде жыныстық қатынасқа түсу керек болады. Сол кезде қандай өзгерістер болды, оның барлығы жаңағы науқас пен дәрігер екеуінде коннект болу керек. Байланыста болу керек. Алдағы бөлімдерде біз ер денсаулығына қатысты өзге де өзекті, сізді толғандыратын сұрақтарды қаузаймыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы урология, андрология саласы бойынша, онда төменге пікірге жазсаңыздар болады, маман міндетті түрде жауап береді.